Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге Back to School видеосын түсіріп жатырмын. Егер сіздерге қызық болса, біз бастаймыз және комментарийға бұл видеоны көрмеспін, өздеріңіз не алдыңыздар және менің заттарым мен сіздердің заттарыңыз ұқсай ма, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Негізі алдыңғы жылы видеода да өздеріңіз көргендей мен тамағым ауырып видеоны түсірген болатынмын. Қазір де сондай болып тұр. Так что ренжімеңіздер, ал енді біз бастайық. Зат, ол менде дәл осындай рубашка, артық дымы жоқ. Бұрын негізі білсеңіздер, көп видеоларда мен узорлары бар көбіне салатынмын. Бірақ осы жыл мен 9 сыныпта өттім және де биыл мектептің айтуы бойынша узоры жоқ, сондай алған дұрыс істеді. Сол үшін дымы жоғын алдым. Бірақ узорлар барын да алдым. Оны сіздерге қазір кейін көрсететін боламын. Ол бізде оверсайз рубашка, яғни мен бұл бірінші рет негізі оверсайз ретінде алдым. Вот так. Менің әдемі, мына жерден себу тұрады, бұны шалбармен киемін. Денеге қалай тұратынын мына жерден көрсеңіздер болады. Бізде бұның астындағы қара шалбар, яғни мен осы жолы тек қара түстісін алдым. Бізге қара түсті мектепке рұқсат берді. Вот осындай қара түсті шалбар, қазір екеуі бірге қалай тұратынын тағы көрсететін боламын. Бізде ол костюм, яғни бағанағы шалбармен бірдегі костюмды алған болатынмын. Міне осындай костюм, қолдары мына жерлері қысқа, негізі ұзын алуға болатын еді, бірақ мен қысқасын алдым. Осындай костюм, қара түсті. Маған жалпы өзім өте қатты ұнайды. Негізі 9 сынып болғаннан кейін мен көбінесе костюм, дымы жоқ нәрселерге қызығып жатырмын. Бұрын ондай нәрселерге қызықпайтынмын. Вот. Мне ұнайды. Вот так, осындай. Келесі бұл рубашка. Бұл рубашканың узоры бар, және жеңі қысқа. Бағанағы бізде жеңі ұзын оверсайз стилде болса, мынау бізде юбкамен кигенге болады. Міне, және астында сарафан бар. Сарафанды біз алдыңғы жылы алғанбыз, бірақ та маған кішкене үлкендеу болған. Осы жыл маған дәл. Осындай ақ рубашка және осындай қара юбка. Менде бұл қара юбкаға келетін болса, қара юбка негізі өте ұзын емес, өте қысқа да емес. Жалпы теннисная юбка алғым келген болатын, бірақ та олар өте тым қысқа, сол үшін оларды алмадым, бірақ ұзын алдым. Бірақ қара түсті, өте әдемі, қалай тұратын осы видеодан көресіз. Түсті гүлдері бар. Бұл да әдемі, бірақ та бұның мына жақ кішкене ашықтау. Сол үшін бұны мына жері узор. Көп кимейтін шығармын, 1-2 рет. 4.90 бар, сол үшін де барлық күшпен кейін барын кетіп жатырмыз кен. Жаңа оқу жылына алған аяқ киімім осындай. Негізі көп жерлерде ылғи лоферлер сатады, бірақ та мен лофер осы жылы алғым келген жоқ. Себебі мен алдыңғы жылы алған болатынмын. Сол үшін лоферге ұқсайды, биік, бірақ басқа түрін алдым. Бауы бар. Өте ыңғайлы, маған түрі өте әдемі. Жалпы өзім бірден алғым келді және алдым, маған қатты ұнады. Және де қазір мен 9 сыныппын. Сол үшін
бізде душ болады, сол киімдерімді көрсетейін. Душыға мен ақ футболка алдым. Мен оверсайз стилде алдым. Міне осындай ақ футболка. Бірақ өз басым өзіме қатты ұнады, және ең басты өзіме удобно да осылай жүрген. Келесі бізде осындай қара шалбар. Яғни біреусі бізде мен туғаннан берген, екіншісін алдым. Ал енді көрсетейік. Сумка бізде осындай, қазір 9 сыныптың кітаптары өздеріңіз білетіндей кішкентай, қатты үлкен емес, осындай сумка алдым. Ал екінші сумкам қазір көрсетемін. Мынау негізі бұл сумканы сіздер білесіздер. Себебі алдыңғы жылы 90 бітер алдым мен ұстаған болатын. Көп ұстамадым. Маған қатты ұнайды әсіресе. Менде ақ түсті, яғни менде бұрын ешқашан ақ түсті сумка болмаған. Сол үшін бүгін бірінші рет ақ түсті сумка алдым. Негізі 9-дар қара түсті алып жатады, мен ақ түсті алып жатырмын. Себебі білмеймін, ақ түсті вообще алмағам. И негізі мына сумкені алдым. Негізі былай қарап тұрсаңыздар, дым ештеңесі жоқ. Яғни сен менің тағдырымсың деп жазылып тұр. Артық ештеңесі жоқ, просто ақ сумка, қара шалбармен. Яғни бұны не үшін алды десеңіздер, менің қара киімім үстім ақ болады. Мне кажется, әдемі. Осымен Back to School видеом аяқталды. Бұл Back to School'дың бірінші видеосы, мен сіздерге екінші видеосын, яғни канцелярияны, және менің алатын әлі кроссовкам бар, тағы да бір рубашка аламын, тағы да бір юбка аламын әлі. Сол үшін де екінші бөлімде көрсететін боламын канцеляриямен бірге. Ал осымен Back to School видеосы аяқталды, және менің YouTube каналымда 430 подписчик болды, сол үшін рахмет. Және мен Инстаграмда жаңалықтарды Back to School'ды барлығын бірінші көрсететін боламын. Сол үшін Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар, мен ол жерде активно жүргіземін. Және сіздерге де менің арнама тіркеліп қоюды кеңес етемін. Өте пайдалы ақпараттар бар. Осымен видеом аяқталды, және осы қыркүйекке сіздер маған үлкен сыйлық жасайсыздар деп ойлаймын. 450 подписчикке жеткізесіздер деп ойлаймын. Ал енді барлықтарыңызға пока. Менің қай образым ұнады, немесе қай образым ұнамады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын.